Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын бірінші кітапты таңдау арқылы сұрақтарға жауап береміз. Ал мына топтан екі адам, мына топтан екі адам шыға қойыңыздар. Үшінші топтардан екі адам шыға қойыңыздар. Міржақып Дулатұлы қай жылы дүниеге келді? Міржақып Дулатұлы 1885 жылы дүниеге келіп, 1935 жылы дүниеден өтті. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Міржақып Дулатұлы қай жылы дүниеге келді? Міржақып Дулатұлы бұрынғы Торғай облысының Жангелді ауданындағы Қызбел деген жерде дүниеге келді. Жақсы, отыра ғой. Міржақып Дулатұлының алғашқы кітабы Бақыт Жамалдың шығармаларына ол оян қазақ болған. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, отыра ғой. Міржақып Дулатұлының 10-шы қай жылы роман жарық көрді? Міржақып Дулатұлы Бақыт Жамал романы жарық көрді. Жақсы, келесі кітапшаны. Міржақып Дулатұлының ағасы Дәмеш. Дәмеш, иә. Толық болмасын ба? Жақсы, отыра ғой. Оқушылар кітапты таңдап сұраққа жауап беріңдер. Балалар, енді бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын тақырыбымызды болжап ашып көрейік, иә? Ал сандықшаны ашу керекпіз. Балалар бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу үшін менің цифрлы қобдишаларымды ашып көрейік. Содан соң жаңа сабақ тақырыбын таба аласыңдар. Жақсы, кім шығады? Келе ғой. Бақытсыздықтың себебі адамда ма, әлде қоғамда ма? Бақытсыздықтың бас себебі қоғамда деп ойлаймын. Адам бақытсыз болып болмайды, оны сондай күйге жеткізетін өзінің өмір сүріп жатқан ортасы. Қоғамда әділетсіздік пен теңсіздік көп болған кезде адам өзін бақытсыз сезінеді, яғни адам мақсаттарына қол жеткізе алмайды. Көп жағдайда адамда, жалпы қоғамда адамның талабы мен қалауы ескерілмей, барлық қоғамның талабымен шешіледі. Ескі салт дәстүр мен қатал көзқарас адамның қалауын шектейді. Осындай ортада адам өзін жалғыз сезінеді, яғни бақытсыз сезінеді. Солайша мен бақытсыздықтың бас себебі қоғамда деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Келе ғой. Әдет ғұрып адам қорғай ма әлде шектей ме? Менің ойымша дұрыс әдет ғұрып адамды қорғап, оны алға жетелей бастайды, ал жаман әдет ғұрып адамды керісінше артқа жетелеп, оны күннен күнге жамандыға бастайды. Жақсы, өте жақсы. Келе ғой. Әйел теңсіздігі дегенді қалай түсінесіз? Әйел теңсіздігі ол әйел адамның құқықтарының шектеуі, мүмкіндіктерінің ер адаммен тең болмауы деп ойлаймын. Тарихқа көз жүгірсек, бұрын әйел адамның білім алуына, еңбек етуіне, тіпті өз пікірін айтуына тыйым салған кездер болған. Алайда әйел тек жар немесе ана ғана емес, ол қоғамның толыққанды мүшесі. Сондықтан да әйел мен ер адам тең деп ойлаймын, тек табиғи ерекшеліктері ғана екі түрлі болып келеді. Жақсы, өте жақсы. Сонымен балалар осы барлығын ала отыра, осы сұрақтарға жауап бере отыра, біздер бүгінгі тақырыбымыз бақытсыз шамал роман.
Сабақтың тақырыбы Міржақып Дулатұлының бақытсыз жамал романын өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерді эпилог, паралогтарды анықтау, композицияны тұтас бөлшектен тұтасқа қарай талдаймыз. Осы мақсат аясында біздер қазір осы мақсатқа жету үшін біздер қазір жұмыс жасайтын боламыз. Енді экранға назар аударамыз. Сәрсенбай 45 жасқа келгенде дүниеге Жамал келді. Бүкіл ауыл шаттыққа бөленді. Жамал ерке өсті. Ол қыз бала болса да, ат тізгінін ұстап, ер балаша еркін жүрді. Бай, мынауыңыз балиғатқа толған қыз, енді оған шаш өсіріп, қысша киіндіруге тарыс. Ғазыз мұғалымнан хат таныған Жамалдың зеректігі ауылда таңғалдырды. Оның көкірегіне білім нұры құйылды. Жамалдың сұлулығы мен ақылы үндескен сәт. Ол өз тағдырын өлеңмен өле бастады. Енді балалар, біздер жаңағы бейне материалды көрдік. Сол бейне материал арқылы біздер ұжымдық жұмыстарымызды, яғни топтық жұмысымызды бастаймыз. Бірінші топ сіздердің алдарыңызға таратылған болатын жұмыстың түрі, шығарманың тақырыбы, идеясы, кейіпкері, мінездеу, кейіпкерді таңдау арқылы болған мінездеме, портреттік сипаттама, іс-әрекетін жазамыз. Жасыма? Екінші топ Жамал трагедиясы, бүкіл халықтың трагедиясы ма, әлде бір қыздың бас қайғысы ма? Жазамыз. Үшінші топ берілген сұрақтарға жауап береміз. Жасыма? Қазақ қоғамындағы әйелдің ауыр тағдыры туралы шығарма. Романда Жамалдың өмірі арқылы қыз баланың еркіндігі шектелгені туралы айтылады. Және идеясы. Идеясы жалпы бізде автор бұл шығарма арқылы қыз баланың бақытты өмір сүруге, өз қалауымен таңдау жасауға құқығы бар екенін айтады. Яғни Жамал ақылды, еркін, зерек қыз болып өседі, бірақ ол өз сүйгеніне қосыла алмай, оны басқа біреуге тұрмысқа береді. Осы романдағы кейіпкерлерге мінездеме және портреттік сипаттама беретін болсақ, біз кейіпкерлерге Ғалиді таңдадық. Ғали өте парасатты, ақылына көркі сай, барлығына оймен, ақылмен шеше алады. Нағыз қазақ жігіті екенін дәлелдеді деп ойлаймын. Одан кейін портреттік сипаттамасы. Портреттік сипаттама Ғали өте сымбатты, әрі тартымды болған. Қазақ атына сай, бойы сымбақ,
бойы сырғақ, нағыз қара жігіт болып бой жетіп, Жамалмен өз отбасын құрады. Іс әрекеті. Ғали Жамалмен танысып, оған ғашық болады. Ескі салт дәстүрге қарсы болады, бірақ оған қарсы шыға алмайды. Жамалмен қашқан соң махаббат жолында ауырып қайтыс болады. Жамал трагедиясы бүкіл халықтық трагедия ма, әлде бір қыздың бас қайғысы ма? Менің ойымша, Жамал трагедиясы бір ғана қыздың емес, бүкіл халықтық трагедия. Себебі ол кезде қыздардың өз қалауымен өмір сүруге құқығы болмады. Және де осы қамал, ескі салт дәстүр салдарынан көптеген қыздар бақытсыз болды деп те айтуға болады. Және осы Жамалдың басына өткен жағдайға қарап, біз сол заманның қандай қиын болғанын көре аламыз. Жеке басының қайғысы. Жамал трагедиясы бір қыздың жеке бас қайғысы. Себебі шығармадар Жамалдың жеке тағдыры, оның махаббаты мен бақытсыз өмірін бейнелеген болады. Жамал өзін сүймеген адамына зорлықпен ұзатылды. Сол себептен ол өзінің махаббаты үшін күресе алмай қайғылы өлімге ұшырайды. Жамалдың өліміне кім кінәлі? Жамалдың өліміне бір ғана емес, бірнеше адам кінәлі болды. Өйткені оның тағдырына бірнеше фактор әсер етті. Ең бастысы қоғамдағы әділетсіз дәстүрлер мен ережелер, және Байжан мен Сәрсенбай сияқтылардың жағымсыз әрекеттері оны осындай жағдайға жеткізді де, оның тағдырына балта шапты. Жамал неліктен әділетсіз қоғамның құрбаны болды. Жамал өз ойымен, сезіммен өмір сүре алмады. Ол қандай нәрсе істегісі келсе де, қоғамдағы әділетсіз дәстүрлер мен әйел теңсіздігі оны тоқтатты. Сәрсенбай мен Байжан мәселеге қандай баға береді? Сәрсенбай ол Жамалдың әкесі. Ол Жамалды ханшайымда өсіреді, бірақ ол бой жеткеннен соң оны еріксіз Ташшыманға, оны тұрмысқа береді. Ал Байжан ол надан, тек өзінің байлығын ойлайтын, тәкаппар бай болған. Ол оның іс-әрекеті өте төмен деп ойлаймын, себебі ол Жамалға ешқандай адамгершілік көрсетпеді. Сіздер редактормен жұмыс бірінші топқа жанры мен негізгі сюжеті бойынша тапсырма, сіздер астағы сұрақтарға жауап беріп, тапсырманы орындай бересіздер. Келесі бағалау критериясы шығарманың жанрын анықтайды, негізгі сюжеттік желіні анықтайды, ал дескрипторы жанрын дұрыс жазады, негізгі сюжеттік желіні сипаттайды. Тапсырма 3 балл аламыз. Келесі екінші топқа қосымша сюжет және кейіпкер. Сол бойынша тапсырма. Сіздерге екінші топқа қосымша сюжетті желіні атар, осы желіге қатысты бір кейіпкерді жазасыздар. Қосымша желіні негізгі оқиғаны әсерін 2-3 сөйлеммен түсіндіріп жазамыз. Жақсы ма? Келесі топқа, үшінші топ, пролог пен эпилог. Шығармада пролог бар ма? Бар болса бар, жоқ болса жоқ. Бар болса жазамыз қайсысы екен. Эпилогтың мазмұнын 2-3 сөйлеммен жаз. Эпилогтар арқылы автор қандай ой айтқысы келді. Сендерге де солай. Дискреттер прологты дұрыс анықтайды 1 балл, эпилогты сипаттайды 1 балл, автор ойын ашады 1 балл. Бақытсыз Жамал романының жанры әлеуметтік роман деп немесе проза деп ойлаймын. Себебі қыздың тағдыры оңай болған жоқ. Кітап жарық көргеннен кейін Жамалдың қиын тағдыры барлық ел мүшелері білді. Осылайша осы кітап туралы көптеген халық естіп таңданды. Романда Жамалдың сүймеген адамына зорлықпен тұрмысқа берілуі суреттеледі. Ол өз бақыты үшін күрескенімен, қоғамдағы ескі салт дәстүр мен әділетсіздік оған еркін өмір сүруге мүмкіндік бермейді.
Жамалдың тағдыры әйел теңсіздігінің ауыр салдарын көрсетеді. Бақытты болуға талпынысы сәтсіз аяқталып, тағдыры трагедиямен түйінделеді. Шығармада сол заман қоғамының қатыгез шындығы ашып көрсетіледі. Қосымша сюжеттік желіні аты. Қосымша сюжеттік желі Ғали мен Жамал арасындағы махаббат желісі. Осы желі қатысты бір кейіпкерді жаз. Қатысқан кейіпкерлер Ғали, Жамал, Сәрсенбай, Тасшыман. Қосымша желінің негізгі оқиғаға әсерін 2-3 сөзбен түсіндірді. Ол сюжеттік желі Жамалдың ішкі әлемін ашып, оның бақытқа деген үмітін көрсетеді. Ғали мен махаббат Жамалдың еркіндікке ұмтылысын білдіреді. Сонымен бірге бұл желі негізгі оқиғадағы трагедияны тереңдете түседі. Шығармада паралог бар ма? Бір сөйлеммен түсіндір. Шығармада паралог бар. Паралогқа автор қазақ қоғамындағы әйел теңсіздік деген мәселені көтеріп, оқырманды негізгі оқиғаға дайындаған. Эпилог арқылы автор қандай ой айтады? Эпилог арқылы автор ескі салт дәстүрдің әрқашанда пайдалы болмайтынын және әйел теңсіздігін айтқысы келген болатын. Тапсырма балалар, жұптық тапсырма сәйкестендіру, яғни композициялық талдау. Композициялық талдау жұбын табасыздар. Екі адам шығып, ары қарай жалғасын табады. Шығарма немен басталды, ары қарата. Жақсы ма? Шығарманың бастауы Жамалдың дүниеге келуімен оның балалық шағынан басталады. Жамал өте зерек, білімге құштар қыз болып өседі. Жамалдың әкесі Сәрсенбай. Шығарманың бастауы Жамалдың дүниеге келуімен оның балалық шағынан басталады. Жамал өте зерек, білімге құштар қыз болып өседі. Жамалдың әкесі Сәрсенбай Жамалға білім беріп, оны заманға сай тәрбиелеуге тырысады. Жамал жасынан зерек қыз болып өседі. Әкесі де Сәрсенбай оқуына қарсы болмай, мұсылманша сауат ашып, кейін орысша білім алады. Тіпті ол хат жазып, өлең жазуға дейін жетеді. Осылай ол өз жасындағылардың алдында ерекше көзге түседі. Надандықты көріп, ол оған шыдамай, ол үйден қашып кетеді. Сол бетте ол Ғалидің зиратына қарай жол тартады. Сол кезде ол боран оны, тағдыр оның жүрегін, боран оның денесін қатырып, ол сол Ғалидің зиратына жете алмай сол жерде қаза табады. Жақсы, өте жақсы, отырауы. Жақсы балалар. Келесі тапсырма. Енді осы сабағымызды қорытындылай келе, домбыра әдісі, домбыра таңдау арқылы біздер сұрақтарға жауап берейік. Жақсы. Жамал қандай себеппен бақытсыз болды? Жамал ескі заманның салт дәстүрінің кесірінен және өзі қалаған адаммен бірге бақыт құра алмағандықтан бақытсыз болды. Өте жақсы отырауы. Келе ғой. Кел. Сәрсенбай кіммен құда болғысы келді? Сәрсенбай осы ақымақ Тасшыманмен құда болғысы келіп, оған қызын беруді шешті. Ол Жұманның ақыл ойына емес, байлығына ғана қызықты. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Автор Ғалиді қалай сипаттайды? Автор Ғалиді ақылды, тәрбиелі, мәдениетті, сөзіне берік, жас жігіт деп сипаттайды. Жақсы. Апай мен Келе. Бақытсыз Жамал романы қай жылы қай қалада жарық көрді? Бақытсыз Жамал романы 1910 жылы 18 қазан күні жарық көрді. Жақсы. Түсінбегеніміз, сұрағым бар деушілеріңіз, мына тапсырманы басайық. Кері байланыс жасап жіберейік. Осы сабағымызға бір